Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Науаи әлемі қазақ руханиятында. Студия қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Түрксой кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Төрәлі Қыдыр. Қош келдіңіз, Төрәлі мырза. Қош көрдік. Төрәлі мырза, Әлішер Науаи қай дәуірде өмір сүрген? Шыққан тегі қандай, ортасы қандай болды? Мәлімет беріңізші осыған. Жақсы, Салтанат ханым, жалпы Науаидің шыққан кезеңі бұл 15 ғасырдың ортасы. Әлішер Науаи 1441 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Енді бұл 14 ғасырдың соңы 15 ғасырдың басы немен ерекшеленді деген уақытында бұл жалпы ислам өркениетінің араб түбегінен, араб елдерінен Мауреннахрға, Хорасан аймағына қарап өткен кезеңі болатын. Біз барлығымыз білеміз, бұл ислам өркениеті деген бір өте үлкен өркениет болды. Ол исламның алғашқы жылдарында бұл өркениет Сирияда болды, Дамаск шаһарында. Бұл Омайяттар династиясы кезеңі болатын. Одан кейін Аббасидтер тұсында бұл Ирак тарапқа өтті, Бағдадқа, көне Бағдад шаһарында. Сосын одан бері қарап өркениет 14-15 ғасырда Хорасан өлкесі, одан кейін Мауреннахр өлкесіне қарап жалғасты. Енді Науаи өмір сүрген кезең сол өркениеттің араб түбегінен Орта Азия, мына Дешті Қыпшақ даласына қарап келіп жатқан кезеңі болатын. Науаи, білесіздер, бұл Темуридтер әулетінен болып есептеледі. Әкесі де сол әулетте өте үлкен қызметтер атқарған, өзі де сол әулетті де шығып, қызмет атқарған ақын, ағартушы, сондай түркі әлемінде өзіндік орны бар тұлға болып есептеледі. Енді Науаидің өмір сүрген жері бұл Герат деп аталады. Герат бүгінде Ауғанстан жерінде орналасқан. Темуридтер билігі кезінде Шахрухан екінші астана ретінде Самарқаннан орталығын Гератқа апарып орналастырады. Себебі Ауғанстан өзі таулы тасты жер дегенімізбен, Герат сондай бір табиғаты жасыл, адам көрсе көз тоймайтын бір әдемі жер. Міне сол жерге апарып орналастырады. Науаи сол жерде дүниеге келген. Науаи дүниеге келгеннен кейін бұл әулет өзі бұрыннан қолына қалам ұстағандар мен зиялы ортадан бұл есептелетін еді. Себебі бұның бір ағасы ақын болса, екінші бірі жаңағыдай музыкант дейміз, хаттат, жақсы бір көркем шебер жазумен айналысқан болатын. Сондай бір өнерлі әулетте болатын. Кейбір деректерде бұны 7 жасынан бастап өлең жаза бастады дейді, бірақ әдебиет әлемінде 15 жасынан бастап танылып, өзіндік із қалдыра бастаған. Енді бұның ешбір қиналмастан білім алуына, жаңа айтып өткеніміздей, әкесі ол белгілі бір қызмет атқарды, баласының білім алуына толықтай жағдай жасап берген болатын. Сондықтан алғашқы сауатын сол Самарқанда, алғашқы сауатын Мешхетте ашты. Мешхет деген жер бар, бүгінде мына Иранның жерінде орналасқан, Хорасан өлкесіне кіреді. Сол жерде медреседе тәлім тәрбие алған. Сол жерде парсының атақты ақыны Абдырахман Жамименен кездесіп, сонымен рухани сұхбаттас болған. Кейбір деректерде сол кісіге сопылық таным бойынша қол берген деп есептеледі. Тіпті екеуінің арасында тамаша бір хикая да бар. Мына бізде көбінесе ұстаз бен шәкірттің арасындағы рухани байланыстар көп айтыла бермейді бізде. Ал енді осы екеуінің өміріне қатысты тамаша бір хикая айтылады. Ол жерде бір күні дейді, Науаи өзінің шәкірттеріменен бірге сапарға бара жатса, көшенің жағасында бір кішкентай бала ойнап отыр екен дейді. Сонда Науаи атынан түсіп, кішкентай баланың бетінен сүйіп, жағдайын сұрап, үстіндегі шаңын қағып, үйдегілер аман есен ба, қарның тоқ па деп сапарға кетіп қалыпты дейді. Сол сапардан қайтып келе жатса, жаңа бала қайтадан сол жерде ойнап отыр екен дейді. Науаи қайтадан атынан түсіп, баланың бетінен сүйіп, жағдайын сұрап, жүріп кетіпті қайтадан. Сонда шәкірттердің бір Науаидан сұрап, «Я ұстаз, бұл баланың келешекте бір ғалым болатындығы, немесе бір ел басқаратын патша болатындығы көз алдыңызға бір илхам болып, бір аян болып білінді ме деген уақытында
Науаи айтады, жоқ, көзіне жас алып тұрып, жоқ, бұл менің ұстазым Абдурахман Жамидің немересі. Ұстазымыз бізге ілімді үйретті, тәлімді үйретті, білімді үйретті. Ұстазымыз дүниеден өткенімен де осы қара шаңырақтағы үлкен кішісі әрқайсысы мен үшін ұстаз деген сондай бір ғибратты, аңыз әпсаналы тәрбиелік мәні бар несі біздің заманымызға дейін жетіп келген. Осыдан ақ Науаидің руханият әлемінде қаншалықты маңызды екендігін аңғарамыз. Ол руханият әлеміндегі Науаидің орнын көреміз. Ал енді кейіннен Мешхеттен дәріс алғаннан кейін Самарқанның да өзінің білімін жетілдірген. Сөйтіп білімін жетілдірген, Мешхетте оқып жүрген уақытында, Самарқанда оқып жүрген уақытында көптеген сол заманның белді адамдарменен тәлім тәрбие алған болатын. Медреселерде оқиды ғой. Иә, сол жерде атақты медреселерде оқыған. Ханафи мазхабын үйрететін медресе болған. Сол жерде тәлім тәрбие алған. Сол медреселердің бірінде атақты Хусайн Байхараменен екеуі бірге оқиды. Сол кезден басталған достық өмірінің соңына дейін жалғасқан. Мүмкін Самарқанда ол жүре берер ме еді? Самарқанда көп бола қойған жоқ, 4-5 жыл. Себебі Хусайн Байхара Гератта әкім болып тағайындалғаннан кейін бұны сол жерге қызметке шақырған. Тіпті сол досының құрметіне жақсы бір арнау арнап барады. Сол арнау сол кездегі адамдардың көңілінен шыққан. Сосын бұны мөрдің бастығы ретінде тағайындайды. Былайша айтқанда бүгінгі кеңсе бастығы ретінде. Бұлар 30-ға жетпеген бала болатын. Сосын арада 2 жыл өткеннен кейін бұны уәзір, әмір деген атақтар беріп тағайындаған. Бірақ бұл қызметтерді көп істей қоймай, 4-5 жылдан кейін өзінің өтініші бойынша кетеді. Ғалымдар айтады, бұл себебі бұның ондай әкімшілік жұмыстардан бас тартуына бұның тікелей әдебиет әлемімен байланыстырады. Себебі бұның алдында өте үлкен жоспарлар тұрған. Жалпы түркі әлемін жақсы бір түркі тілінде түркі әлеміне жақсы бір шығармалар сыйлау мәселесі тұрған болатын. Әрбір ірі тұлға туралы әңгіме еткенде, әсіресе рухани әлемде, әдебиеттегі, философиядағы, тілдегі орны айрықша айтылады. Өйткені бұл ірі тұлғалар өзінен кейінгі ұрпаққа тамаша мұра қалдырып кетті. Соның жаңағы олардың қаламмен өрнектеп жазған ой дүниесі халыққа тәрбиелік мәні күшті болып жетіп жатыр ғой, жасыра жоқ. Қанша ғасыр өтсе де, қазір Әлішер Науаидің еңбектері, мұралары әлемдік дәрежеде. Кезінде зерттеушілер жан-жақты ірі тұлғаға мән берді. Әлемдік кітапханаларда тұр Әлішер Науаидің еңбектері. Әлемнің үлкен осы кеңістіктің ірі тұлғасы ғой. Жер планетасында солай айтуға болады, қазіргі тілмен айтсақ. Енді осы Әлішер Науаидің шығармаларына тоқталсаңыз, әсіресе Науаиды танытатын хамсалары, еңбектері жөнінде тоқталсаңыз. Жақсы, Салтанат ханым, жақсы айтып отырсыз. Бұл кісі өте көп жазған ақын. Жаңа айттық қой, белгілі бір деңгейде мемлекеттік қызмет атқарып жүрген жерден барлығын тастап шығармашылыққа қарап кеттік деп. Себебі 30-дан аса ірі шығармалар жазды. Оның ішінде дивандары, қасидалары, танымдық еңбектері осының ішіне кіреді. Енді Науаиға дейін әдебиет болды, бірақ ол әдебиеттер негізінен араб парсы тілінде жаратылатын еді. Науаи сол жазылмаған қағиданы бұзды да түркі тілінде жаза бастады. Жаңа біз айтып өткен ұстаз Абдурахман Жами парсы әдебиетінің көрнекті өкілі, бұрыннан қалыптасып келе жатқан стилда, сол мақамда шығармалар жазған болса, Науаи соларды түркіге бейімдеп берді. Жалпы әр кезеңнің өзінің бір талаптары болған. Мысалы, сол кезеңде әдебиет әлемінде өзін мойындатқысы келген адамдар хамса жазу дәстүрін қолға алған болатын. Хамса дегеніміз бұл бестік дегенді білдіреді. Міндетті түрде, бес хамса дейміз ғой. Міне сол міндетті түрде 5 шығарма жазып, ол шығарма болғанда да ірі көлемдегі шығарма, эпикалық шығармалар болу керек. Соны жазып, қоғамға ұсыну керек. Сол жазған ақындар қана әдебиет айдында, әдебиет әлемінде өзіндік ой айта алатын жағдайда болатын. Әрине ол хамса дәстүрі болғанда Низамиддин Ганжави, парсы ақыны, сондай-ақ Әмір Хұсру Дехлеви тарапынан да жаратылған болатын. Бірақ түркі әлемінде ешкім бұл тақырыпқа бармаған еді.
сол тақырыпқа бірінші болып барған осы Әлишер Науаи болды. Хамса дәстүр бұл кәдімгі Мәснави үлгісінде жазылды, эпикалық шығарма ретінде. Сол 5 шығарма жазуды қолға алды. Оның біріншісі Хайратул Абрар деп аталады. Бұл жерде мемлекет басқару, дидактикалық шығарма болып есептелді. Екінші бұл шығармасы Ләйлі Мәжнүн. Енді Ләйлі Мәжнүн тақырыбын барлығымыз білеміз. Себебі шығыс мұсылман әдебиетінде ең көп жырланған тақырып осы Ләйлі Мәжнүн. Тіпті біздің мына бергі Шәкәрім Құдайбердіұлына дейін осы тақырып төңірегінде қалам тербеді. Бұл екінші шығармасы болды. Осы шығармасын халыққа ұсынды. Себебі ол алғашқы Хайратул Абрарды жазған уақытында қоғам оны жақсы қабылдады, сол кездегі әдеби орта. Соған өте қайраттанған. Шығарманың аты да Қайрат болатын болса, сондай қайраттанған Науаи екінші болып осы Ләйлі Мәжнүнді жаза бастады. Ләйлі Мәжнүнді қоғам жақсы қабылдады. Сосын Фархат пен Шырын деген дастанды жазды. Әрине Ләйлі Мәжнүн бұл Низамиде де айтылған болатын. Иә, бұл сол кездегі бір тақырыпты кеңінен ашу, әр қырынан ашу, әр ақын белгілі бір деңгейде сюжеттер қосып, тақырып ортақ, образдар ортақ, бірақ сюжеттер түрлендіріп жеткізіп беру. Дұрыс айтып жатсыз, бұл Нәзира дәстүрінде жазды. Мысалы болсақ, жаңа біз айтып отқан Фархат Шырын дастаны Низамиде Хұсрау Шырын деп аталды. Енді Низамидегі Хұсрау Шырын менен бұдағы Фархат Шырын айырмашылығы не деген уақытында, Низамиде басты рөлде патша Хұсрау, жалпы мына ежелгі Иранда патшаларды Хұсрау деп атаған. Мысалы болсақ, бізде ежелгі Мысырды билегендер фараон деген бар ғой. Бүгінгі тілмен айтсақ президент. Ал сол ана Низамидің несінде Хұсрау Шырын деп аталған болса, Хұсрау мен Шырынның арасында махаббат жырланған болатын болса, ал кімде? Науаи ана басты рөлді патшадан алып, екінші бір Фархат дейтін еңбекқор адамға берді. Сөйтті де соны жаңаша тұрғыдан жырлап берді. Бұл жалпы түркі әдебиетінде ғана емес, шығыс мұсылман әдебиетінде бір жаңа қырынан көрінген дастан болып есептелді. Енді бір төртінші шығармасы жаңа Хамса дәстүріменен жазылған бұл не болды? Сабға Сайяр, 7 планета деген, 7 ғаламшар дейтін шығармасында ұсынды. Бұнда да сол адамгершілік, ақлақ тәрбиесі, дидактикалық сарында жазылған еңбек болып есептелді. Бұл шығарманың кейінгі түркі халықтар әдебиетіндегі әсері өте үлкен болды. Себебі бұл әдебиет дегеніміз адамзатты жақсылыққа, туралыққа, пәктікке шақыратын болса, осы шығарманың басты көтерген несі де сол болды. Одан кейінгі шығармасы, бәріңіз білетін бұл, Сәд Ескендари, Ескендір қорғаны деген шығарма болды. Бұл Ескендір тақырыбы да бұл Науаиға дейін көп жырланған, көп айтылған, сонау Парсахана Фердаусидан бастап, Низамилер, Абдурахман Джамиде де бар, Әмір Хұсрау Дехлевиде бар. Соны бір Науаи жалғатты, бұл тақырыпты түркі халықтар әдебиетіне салып жіберді. Бұл тақырып Науаидан кейін, соңы мұны абайларға дейін бұл тақырып кеңінен жырланды деуге болады. Осы Хамса дәстүрін түркі әлемінде жырлады да, түркі халықтар әдебиетінде ғана емес, шығыс мұсылман халықтар әдебиетінде, әлемдік әдебиетте, әдебиет әлемінде үн қосалатын деңгейге дейін көтерілді. Әрине бұдан басқа да шығармалары өте көп. Бұның жаңадай жалпы біз Әлишер Науаи дейміз ғой. Бұл жердегі Мир Әлишер өзінің туған аты, кездегі қойылған аты, Науаи бұл әдеби аты. Бұны тақаллус деп атайды. Нава дегеніміз бұл әсем әуен болатын болса, соны шығармаларын оқыған уақытта сондай бір әсем әуен шығады. Сөйтіп өзіне сондай тақаллус алды. Бұл жалпы екі тілде қатар жазған ақын, түркі тілінде, сондай фарси тілінде. Фарси тілінде жазған ғазалдары, өлеңдері бұлар көбінесе фани деген атпенен белгілі. Фани дегеніміз бұл өткінші дегенді білдіреді. Ал енді тікелей сөздіктен руханият әлемінде бұның мағынасы өте терең. Бұлайша айтқан уақытта осы 5 шығарманы берді. Одан бөлек бұның Мизанул Аузан дегені бар, әдебиет теориясына, аруз іліміне қатысты жазған бір еңбегі бар. Да бар ғой, аруз туралы жағдат деген. Бабыр Захидин Абдурахман Джамиде де бар. Сол кезде жалпы әдебиет әлемінен енген ақындар тек шайыр қана емес,
соныменен бірге ғалым ретінде Ғалым, өзіндік зерттеуші қолтаңбаларын ғалым ретінде. зерттеуші ретінде қалдырған болады. Поэзияға қатты мән берген ғой. Иә. Жалпы кім соны жазған еңбегін Мизанул Аузан деп аталады. Сондай-ақ мына түркі тілінің деңгейін көтеруге арналған Мұхаккаматул лұғатейн дейді, екі тіл туралы пікір деген шығармасында жазған. Сондай-ақ мына пайғамбардың 40 хадисін насихаттауға арналған Арбаин дейтін несінде жазған болатын, шығармасын жазған. Сондай-ақ мына дінді насихаттауға арналған Сираджул Муслимин дейтін де шығармасы бар. Сондай-ақ Махбубул Құлуб, осы секілді шығармалар өте көп. Жаңа айтып өткенімізде 30 шақты еңбек жазды. Бірақ солардың ішінен шоқтығы биік тұратын хамса болып есептеледі. Сол хамсаның нелері мына үлгілер мында тұр. Мына біз жаңа айтып өткеніміздей Науаи Гератта, бүгін Ауғанстан жерінде болатын болса, осыдан 3-4 жыл бұрын бір сапарымыз түсіп, сол Мазари Шарифте Гератта болдық. 2-3 жыл бұрын Ауғанстанда болдық, сол жерде Мазари Шарифте болдық, Гератта болдық, Науайдың басына зиярат жасадық Гератта болып. Сол ауған бауырларымыздың Мазари Шарифте хамсасын шығарған екен. Мына жерде сол Ләйлі Мәжнүн дастаны менен Сәдді Искендари, Ескендер қорғаны дейтін дастаны араб шрифтінде, былайша айтқан уақытта қадымша, қадым үлгісінде. Иә, бұл Ескендер қорғаны. Енді білесіздер, бұл шығарманы қазақ тіліне Несіпбек Айтұлы ағамыз қазақ тіліне Ескендер қорғаны деп аударды. Мұнда да сол Сәдді Искендари деп аталады. Жаңа айтып өткенде, мына бұл хамсаны, иә, мына екінші шығарма бұл Ләйлі Мәжнүн. Бұл Ләйлі Мәжнүнде шығыс мұсылман халықтар әдебиетінде ең көп жырланды. Басы соны араб әдебиетінен басталып парсы әдебиетіне түсті. Сондай түркі әдебиетінде кеңінен жырланды. Ал енді бұл образдарға софылық, ирфани астар берілгеннен кейін бұның мағынасы кеңінен тарала бастады да, софылық әдебиетінде кеңінен насихатталды бұл шығарма. Енді бәріміз білетін, бұл соңғы қазақ әдебиетінде жырлаушылардың бірі бұл Шәкәрім Құдайбердіұлы болып есептеледі. Енді жазған шығармалардың көлемі жағынан, сондай-ақ мазмұнның тереңдігі жағынан, ішінде айтар ойының ұтқырлығы жағынан түркі әлемінде Науайға теңдесі келетін ақын шайырлар жоқ деуге де болады. Төрәлі мырза, жаңа біздің тақырыбымыз Науаи әлем мен қазақ руханиятындағы орнын дәлел ретінде, мысалы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Шәкәрім мен Абайдың шығармашылығындағы тақырыптардың ортақтығы көрініп тұр. Жаңа мынау Шәкәрім қажыда Ләйлі Мәжнүн поэмасы бар. Енді бұл да бір керемет тақырып, махаббатты жырлайды, екі жас қосылмайды, дерт, бір адам нанғысыз, бір мифтік кейіпкерлер сияқты. Былай қазіргі кезеңмен қарасаңыз, бірақ бұның астарында үлкен махаббат жатыр. Аллаға деген махаббат жатыр. Керемет. Екеуі де сол тіпті бір-біріне жақындай да алмайды, ана бір ғашықтық отқа лапылдап деп енді бір күйіп жанып аймен де сөйлеседі Мәжнүн, жәндік жануарлармен де сөйлеседі. Бір үлкен философиялық бір таным бар бұнда. Бұның енді шынын айтқанда қазіргі зерттеушілер қатты мән беру керек деп ойлаймыз. Жаңағы тәрбиелік мәні күшті сияқты бұндағы. Жаңағы бір жағынан махаббат, Аллаға деген. Екінші жағынан мен қазіргі көзқараспен айтып отырмын, екінші жағынан имандылық мәселесі, тәрбие, әдеп, әдет бәрі тұнып тұр. Бірақ осы Науаидан бастау алған осы тақырып Абай мен Шәкәрімге келді. Абай Ескендір поэмасын жазды. Онда да адамдарды имандылыққа шақырып, мына дүниенің өткінші екені, байлықтың бәрі қалатындығы, әлгі осы туралы бір қатты ойландырады. Екі ұлы тұлға қазақтың Науаи үлгісімен, Науаи шығармашылығын қазақ даласында өзінше жырлап, бірақ негізгі ойды беретін сияқты, негізгі тақырыпты беріп отыр, ашып отыр. Бірақ бұның астарында тағы да сопылық поэзия жатыр, әсіресе Шәкәрім
қажының шығармаларында әлі де зерттеуді қажет ететін сияқты, иә. Кей уақытта біз қазіргі заманда сопылық поэзиядан қашатын сияқтымыз. Оның бәрі бір түсінбестік сияқты. Мына бабалар Науаи, тағы оған дейінгі одан кейінгі осылардың барлығы белгілі дәрежеде имандылықты, Аллаға деген сүйіспеншілікті насихаттап кетті ғой, иә. Бұның бір оңтайлы тұстарын, имандылыққа жаңағы тәрбиелейтін тағылымдық жағын алу керек сияқты бізге, қазіргі жастарға лайықтау керек сияқты. Өйткені қараңыз, Науаидің жаңағы үлгісін бергі өз дәуіріне әкеп отыр екеуі. Қазақ дүние танымына лайықтап отыр. Қазақтың санасына лайықтап берді олар. Сол дәуірде өмір сүрген қазақ. Бірақ қазіргі мұра енді хатқа түскеннен кейін бізге жетіп отыр оның барлығы. Міне осы үлгілерді енді Әлішер Науаи бабамыз, түркі халықтарына ортақ бабамыз ғой барлығымыздың. Науаи бабамыздың жаңағы осы хамсаларындағы тамаша үлгі Абай мен Шәкәрімді таңғалдырып, оны қазақ дүниесіне, руханиятына сіңіріп отыр ғой. Бұл да бір ғажап, әлі де айтыла түсетін дүние. Міне осы дүние танымды қазір 21 ғасырда жеткізе білсек деген, мысалы, ғалымдар шығып өздеріңіз сияқты. Дұрыс айтып жатсыз. Жалпы Науаидің лирикалық кейіпкері кім деген уақытында бұл жаратушының өзі, лирикалық кейіпкер. Бүкіл шығармашылығында осы мәселе тұрады. Енді Науаи нені көтерді? Бүкіл шығармаларын, дағы бір ғана мәселе бар, ол кемел адам тақырыбын көтерді. Бұл тақырып Шәкәрімде де бар, Абайда да бар. Осы кемел адам деген түсінікті жеткізу үшін осылар шығыс мұсылман әдебиетінде бар кейіпкерлерді, образдарды сомдап отырды. Түркі халықтарына. Иә, себебі бұл араб парсы әдебиетінде, жаңа біз айтып өткендей, 13-14 ғасырға дейін кеңінен жырланған тақырыптар болатын. Науаи соны түркі халықтар әдебиетінің кеңістігін әкеп салып жіберді. Ал енді бұл жерде Ләйлі Мәжнүн, бұл тек Ләйлі мен Мәжнүннің арасында махаббат қана емес бұл жерде. Ләйлі деген білесіз, ол арабшада түн деген мағынаны білдіреді. Мәжнүн деген Шәкәрім өзі айтқандай жынданған деген мағынаны білдіреді. Енді қараңғы түнде жынданған адам мақсатына жете алады ма? Конфуций айтатындай, қараңғы мысықты қара бөлмеде іздеп табу қиын, егер ол бөлмеде мысық болмаса, оны іздеп табу тіптен қиын дейтін несі осымен тікелей байланысты. Ләйлі Мәжнүн, бұл жердегі Ләйла әдебиеттану зерттеушілердің бойынша бұл жаратушының жамалы. Мәжнүн сол жолға түскен, хақтың жолына түскен, сол жолда бүкіл дүние мүлкін тәрк еткен ғаріп пенде. Осылай болып суреттеледі. Кейбіреулер сондықтан да бұл жерде Мәжнүннің махаббаты жаратушыны махаббатпен тануға үндейді. Бұл дін дегеніміз сондай нәрсе. Дінді біреулер соқыр сеніммен де қабылдайды. Иманды біреулер ол тек құлшылықтардан тұрады ғана деп есептейді. Науаилардың түсінігінде жоқ. Дін дегеніміз, иман деген бірінші махаббаттан басталады. Абай айтатын, махаббатпен жаратқан адамзатты, сен десе ол Алланы жанынан татты. Бұндағы айтылып отқан махаббат, сол махаббат. Бұндағы ешқы мажази емес, ешқы илахи жатыр бұл жерде. Сондықтан да айтады, кім дінді қабылдап хаққа жетуді, шынайы ақиқатқа қол жеткізуді қаласа, яғни кемел адам дәрежесіне жетуді қалайтын болса, міндетті түрде жаратушыға деген ғашықтық махаббат болу керек дейді. Мәжнүннің махаббаты сол, бұл жер Ләйлә деген ол қыз аты емес. Себеп бе? Ол ғана себеп. Софылық танымда жаратқанның жамалы, масхар деп аталады, сол жерге түседі. Соған ғашық болып өтеді адамдар. Міне осы мәселені айтады. Бұл ана Шәкәрімнің жырлайтыны да сол. Екінші Фархат жырын дастаны дедік. Бұл Фархат жырын енді хақты махаббатпен қана танып қоюмен бірге, енді хақты еңбекпенен табу. Жүрегіңізде махаббат бар, Фархат секілді сіз де шырында ғашықсыз. Бірақ сол ғашығыңызға жету үшін сіз бірнеше кедергілерді басып өтуіңіз керек. Еңбектенуіңіз керек. Еңбекті болғанда да өзіңіздің нәпсіңіздерді жеңіп шығуыңыз керек. Тыю керек нәпсін. Сатмұсақ сіз жалпы
ахлі сүннидің ақидасы бойынша біз жаратқанды тек жәннатта қана көре аламыз, жұмақта қана. Ал жаратқанды көру үшін бірнеше өзіміздің нәпсілерімізді сындырып, амалдарын орындауымыз керек. Фархаттың еңбектеніп, белгілі бір тауды тесіп өту аңыз афсаналардағы. Соның бәрі еңбек. Ол еңбек дегеніміз не арқылы жету? Бүкіл өзің нәпсіңді өлтіріп, махаббат бар, әрі сол құлшылық ибадаттармен хақтың жамалына қауышу мәселесі, осы мәселелер айтылған болатын. Енді бұл Фархат шырын дастанын білеміз, Алтын Орда тұсында Құтып жырлаған түркі тілінде. Бұл Хұсрау шырын деп жазылды. Ал енді мына Құтып пен Науайдың айырмашылығы не деген уақытта, жаңа біз айтып өткендей, Науаи көбінесе Фархатқа негізгі салмақты түсірді. Сөйтіп екеуінің ортасында махаббатты жырлау арқылы хаққа деген ғашықтықты, хаққа деген махаббатты айтты. Яғни бұл жерде руханият әлемі жатыр. Егер бұны қазір жай бір оқырманға беретін болсаңыз, осы екі шығармадан бір мағына түсінетін болса, ал енді хақ жолындағылар бұның әрбір жолынан терең мазмұн, терең мағына тауып жатады. Ал енді жаңа өзіңіз айтқандай, Абаймен ұштасатын тұстары да бар. Абайменен ұштасатын жері ол жаңа Сәддис Ескендір қорғаны. Әрине біз айтып өткендей, Ескендір, Құранда айтылатын Ескендір Зұлқарнайн, орта ғасырлық кейбір ғалымдардың айтулары бойынша ол Александр Македонский деген пікір қалыптасқан болатын. Ол көбінесе парсы әдебиетінде солай жырланды. Тіпті атақты Фердаусилар өз тарихын бұрмалауға дейін барған жерлері бар. Сол екеуінен бір адам жасаймыз деп. Науаи жоқ, бұл жерде айтады, әлемде екі Ескендір болыптымыз, екеуі де толған айдай толыптымыз деп түбегейлі нүкте қойды. Ал енді Абай соның түйінін шығарып берді. Абай барынша Ескендірдің бейнесін жақсы сомдады да, содан бір түйін шығарды. Ол жерде қанағатшылдық, тойымсыздыққа қарсы күрес, барынша қанағатшыл болу мәселесін Абай айтқан болатын. Бұлардың бір айналып келген уақытта, дін дегеніміз бұл әділдік пенен, туралық пен пәктік дейтін болатын болса, хамса жинақтап келген уақытта осы екі нәрсеге қана сүйенеді. Хаққа ғашық болу, иман дегеніміз бұл ғашықтық дейді. Абай айтатын, махаббатпен жаратқан адамзат, сен десе ол Алланың жанынан татты. Абай осы екі ауыз сөзбенен хамсадағын енді түйіп берді деуімізге негіз бар. Тамаша айтып отырсыз, жаңа бір сіз айтқаннан кейін бір ойланып, Шәкәрімнің бір өлең жолдары есіме түсті. Осы Ләйлі Мәжнүн соңына таман айтады, ішіндегі бір зары бар өзіңді. Ғарыппын, дерттімін, шын осыным дейді. Менің халқымда ойын айтайын, бостандық жоқ, білім жоқ, махаббат жоқ деп бір күйінетін тұстары бар да. Ләйлі Мәжнүн соңына таман сондай ой айтады. Яғни халқына деген махаббаты, Аллаға деген махаббаты, халқының кемшілігіне қиналып тұр ғой жаңағы. Осы мәселелер жоқ, 5 нәрсе деп айтатыны бар бір енді. Қарасаңыз, Науаи үлгісі қазақ дүние танымына, руханиятына, қазақтың ірі екі тұлғасына қалай әсер еткені көрініп тұр. Яғни Науаи бабамыз, түркі халықтарының бабасы, түркі мәдениетіне, дүние танымына, руханиятына әсер етіп, оның ішінде біздің қазақ халқының руханиятына қандай ықпалы болды міне әсер. Бұл ғажап дүние, бұның барлығы. Әлі де біз осы Науаи шығармашылығын қазақ әлемінде, руханиятында зерттеу қажет шығар. Өйткені тәрбиелік мәні күшті. Бізде сіз байқайсыз ба? Қазір бір осы әлемде бір интернет заманы, ақпараттың күшті заманында біз сол бабаларымыз өмір сүрген қоғам басқа болған сияқты. Қазіргі қоғам басқа ғой енді сөзсіз. Сол кезеңде бір Аллаға деген құлшылық, руханият, бір тазалық, махаббат мәселесі, нәпсіні тыю деген мәселелер үлкен бір жолға қойылған сияқты. Қазір сол бізге қажетті сияқты, Дұрыс айтасыз, әрине, оны дұрыс айтып отырсыз. Бұл жалпы Науаи және қазақ әдебиеті мысалы қалай әсер етті деген уақытында, оны мынамен айтуға болады. Біздің ең ірі ақынымыз, Алаш арыстарын айту бойынша қазақтың бас ақыны аталған Абайдың
алғашқы жазған өлеңі мынау ғой. Физули, Шамси, Сайхали, Фердоуси, Сағди, Наваи, Қожа Хафиз бұл хаммасы мәдәтбір я шари фарият деп бастады. Шығыстың жеті ақыны Фердоуси, Сағди, Наваи. Соның ішінде Наваиды да айтып отыр. Жалпы Наваи тек қазақ әдебиетінде қана емес, енді ол Абай солардың атын атап илхам шақырған, шабыт шақырған болатын болса, Наваи қазақ әдебиетінде ғана жалпы түркі халықтарының әдебиетінің барлығына әсер етті. Тіпті мына Әзербайжан әдебиетінде де үлкен бір кезең бар Наваидың әсеріне түскен ақындар. Оны тұрмақ, оның аржағында ғана түріктер, Кіші Азиядағы түрік бауырларымыздың әдебиеттеріне де қатты әсер еткен. Тіпті мына барлығымыз білетін Сүлеймен патша да, Осман империясындағы таңғажайып Сүлеймен. Соның өзі шығармаларын оқып, сандығында осы кісінің екі еңбегі жатқан дейді. Сондықтан да осы айланып келген уақытында Наваидың әсері өте қатты болды түрік халықтары әдебиетіне. Әлішер Науаиды тіл жанашыры дейміз. Әрине. Осы Науаидың екі тіл туралы пікірі бар екен. Осыған тоқталыңызшы. Әрине. Біз жалпы айтамыз ғой, мына жаһандану заманы бүгін бар секілді түйіледі. Но олай емес. Жаһандану бұл адамзат болғалы бері бар. Екі мәдениеттің бір-бірімен сұхбаттастығы, екі өркениеттің бір-бірімен тоғысы нәтижесінде міндеттерде жаһандану болып отырған. Мына біз жаңа ислам өркениеті деп жатырмыз. Ислам өркениетінің ең үлкен жағы бұл бүкіл адамзат баласына рухани құндылықтарды, тамаша рухани құндылықтарды берді. Оның екінші бір керіс жағы болды. Араб парсы тілі, басында араб тілі, айналасындағы тілдердің барлығын жұтып жібере бастады. Кейіннен парсы тілі әдебиет деңгейіне, әдебиет тіл деңгейіне көтерілді де, айналасындағы түркі тілдерін жұтып жібере бастады. Сөйтіп, бұл ислам өркениеті 13-14 ғасырларға дейін негізгі шығармалар араб парсы тілдерінде жазды. Біз алысқа бармай-ақ, Әл-Фараби бабамыздың бүкіл шығармаларын араб тілінде жазған айтсақ та болады. Қазақ даласынан шыққанмен бүкіл еңбектерін сол тілде берді. Бірақ ол кеше қарахандықтар тұсында, Ахмет Яссауида, Жүсіп Баласағұнның құтты білігінде, Махмұд Қашқаридің Диван лұғаты түркінде осы түркі тілінің тағдыры туралы 2-3 жол айтып өтті. Сол айтылған нәрселерді Науаи заман қарады. Қараса, расында түркі тілінде ешкім жазбайды екен. Сөйтті де Мұхаккаматул лұғатейн, екі тіл туралы пікір деген еңбегін жазды. Кейбір ғалымдар бұны тіпті әсірелеп, екі тілді жауапқа тарту, екі тілді тергеу деген мәселелерге дейін алып барған болатын. Себебі Науаи заманында бұл араб тілі ғылымның тілі болды, парсы тілі әдебиеттің тілі болды, түркі тілі отбасында ошақ қасы тілге айналған болатын. Тұр мұны бүгінгі қазақтың қоғамы. Ағылшын тілі әлемнің тілі, техниканың тілі, ғылымның тілі орыс тілі, қазақ тілі тіпті отбасылық деңгейге дейін түсті бір кездерде. Туры сол жағдай, сол кездегі араб, парсы, түркі бүгінгі ағылшын, орыс, қазақ тілдерінің есінде. Сонда Науаи айтады. Жалпы Науаи бұл шығарма жазар мен жазбас па еді? Тіпті кімнің Мұхаммад Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди еңбегін айтып отырсаңыз, Камалиддин Бинаи деген ақын Иракқа барып келеді, Бағдатқа. Сосын Науаи сұрайды, сіз ол жерде не көрдіңіз деген уақытта көп нәрсені көрдім, бірақ ол жерде ешкім түркі тілінде жазбайды деген дейді шығарманы. Яғни түркі тілі бұл әдебиеттің тілі емес деп оның шамына тиеді. Соған қатты шамданған Науаи осы шығарманы екі тіл туралы жазады. Тамаша қылып жазады басында. Бүгінде дейді, еліміздің оқығандарының барлығы дейді, араб тілінде немесе стилі қалыптасқан парсы тілінде жазуға бейім тұрады. Тіпті бір ақынның алдына екі тілде жазу мәселесі туған күннің өзінде де ол өкінішке қарай парсы тілін таңдайды дейді. Түркі тілі біртіндеп ұтылып бара жатыр, жұтылып бара жатыр деп қатты алаңдаушылық білдіріп, Мұхаккаматул лұғатейн шығармасының басын осылай деп жазған. Сөйтеді де айтады, әдебиет әлемінде дейді бір тарсих деген өлең құрылысы бар дейді. Тарсих деген өлең құрылысы бұл бүкіл нелердің іштей ұйқастардың барлығы бірдей болу керек. Парсы тілінде бір ақын жазған, ол қате жазды дейді. Түркі тілінде өзі сол өлең жазады да, міне түркі тілінде бұл өлеңмен жазу өте жеңіл. Түркі тілінің әдеби ерекшелігін, тілінің байлығын көрсетеді дейді. Ал енді бұл еңбекте ең басты несі 100 жетістік бар. 100 жетістік, сол 100 жетістік расында парсыларда жоқ.
Ол парсыларда мысалы болса біздің тіліміздің байлығы, ол айтады 107 мысалы жылау, сыңсу, еңіреу, қайқай жылау деп бір жылаудың өзін бірнеше жетістіктермен береді. Төреәлі мырза, қазіргі кезеңде науаи тануда қандай мәселелер тұр, қандай зерттеулер бар, жас ұрпақ жастар бар ма? Енді кеңес дәуірінде болды ғой бізде зерттеушілер. Енді қазір тәуелсіздік кезінде қазақ руханиятында науаи тануды зерттеп жатқандар бар ма? Осыларға тоқталыңызшы. Әрине, себебі бұл науаи деген үлкен бір асқар тау. Оны әр кезеңде зерттеп отыру керек. Әрине өткен ғасырда сонау орыстың түркітанушылары, батыстың шығыстанушылары, сондай-ақ мына кеңес одағынан шыққан әдебиеттанушы ғалымдар, тілші ғалымдар науаи еңбегін өте көп зерттеді жан-жақ қырынан. Бүгінде де кеңінен насихаттауымыз керек. Кеңес одағы тұсында зерттелді, бірақ ол кезде руханият мәселесі айтылған жоқ. Науаи және тасауф, науаи және софылық деген тақырыптар айтылған жоқ. Бүгінде бізге бұл тақырыптардың барлығын айтуға рұқсат бар. Сондықтан да осы жағынан біз қамтып жасауымыз керек. Екіншіден, жаңа біз айтып өткенде, мына еңбек латын харфінде, латын әліппесінде Ташкентте шыққан. Ташкентте Науаи атында, ғылым академиясының құрамында Науаи атындағы тіл әдебиет институты бар. Сол латын әрпінде дайындаған 10 томдық еңбек. 30 шақты ірі еңбек жазды деді ғой, соның барлығы осы 10 томдық еңбекке сыйған болатын. Ал енді біз білетін қазақ әдебиетінде науаи еңбектерін қарап отыратын болсақ, көп зерттелгенімен көп аударыла қоймапты. Тек қана біз білетін жаңа хамсасына кіретін Сәд Ескендер қорғанын Несіпбек Айтұлы ағамыз ғана аударыпты. Кейін әр жерде бір науаи ғазалдарына, лирикалық ғазалдарына аударылғандары бар, ал бірақ 80-90% еңбек әлі аударылмай жатыр екен. Сондықтан да бүгінгі біздің жас ғалымдардың алдындағы міндет оны ғылым әлемінде, ғылым айналымға түсіру үшін міндетті түрде оны бірінші қазақ тіліне аудару мәселесі туындайды. Енді бұны саяси жағынан алатын болсақ, өткен жылы Өзбекстанның Қазақстандағы жылы болды. Биыл Қазақстандағы Өзбекстанның жылы. Осындай нелердің аясында, іс-шаралардың аясында осы еңбектерді де аударуымыз керек. Бұның ішінде жаңа айтып өткенде бір-екі қана ұлттың қана мәселесі жатқан жоқ, руханият әлемінде, бүкіл түркі әлемінде жатыр. Төреәлі мырза, бүгін студиямызға келіп, Әлішер Науаи туралы біраз мәлімет бердіңіз. Қазір 21 ғасырда Әлішер Науаи қазақ руханиятында қандай орын алып жатыр, қандай орын алмақ болашақта, осы мәселелердің басын ашып бердіңіз маман ретінде. Яғни әсіресе Әлішер Науаидің Алланы сүюге, адамзатты сүюге, нәпсіні тыюға, имандылықпен өмір сүруге насихаттаған мұралары қазіргі кезеңде өте қажет. Бұны жас ұрпақ қолға алып көп нәрсе үйрену керек сияқты. Әсіресе түркі халықтарына ортақ осындай ірі еңбектерден көп мағлұмат алып, үлгі алып тәрбиелену керек қой. Міне осы жағы Әлішер Науаиды біздің қазақ руханиятындағы орны айрықша биік тұрғанын көрсетеді деп ойлаймын. Сізге Әлішер Науаидің түркі халықтарына тастап кеткен мұрасын, оның ішіне қазақ руханиятына ықпалын түсіндіріп айтып бергеніңіз үшін, яғни Әлішер Науаи бабамыздың аманатын арқалап осы студияға келгеніңізге мың алғыс айтамыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Ары қарай осы шығармашылық бірлестікте болып, осындай қазақ даласындағы қазақ дүние танымын әсер еткен түркі халықтарына ортақ бабаларды насихаттай берейік деген ойдамыз. Сау, сәлемет болыңыз. Рахмет сізге де, Салтанат ханым, сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен
тұлғалар тағылымы хабарын аяқтаймыз. Сау, сәлемат болыңыздар.